Туй, қайда жүрсің, Жасик, қайдасың? Туй, құдай-ай, кімге звондаймын енді? Құлпынайды көрейінші. Алло, Құлпынай, қалайсыңдар? Алло, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы ғой, не ма? Жасик, сендер жаққа барған жоқ па? Жасик па? Жоқ, келген жоқ, тыныштық па? Сол тыныштық болмай тұр ғой. Кеше түнде үйден шығып кеткен, магазинге барам деп, содан бері әлі келген жоқ. Ничего, кеп қалатын шығар, кішкене күте тұрса енді. Кеп қалса осы уақытқа дейін келетін еді ғой, құдай-ай. Содан кейін сұрап тұрған жоқпын ба? Түн мен іздедім, ұйықтаған жоқпын, шаршадым уже. Ұйықтаған жоқпын? Ой, жазма, сол шаршаған шығарсың, я? Онда кішкене ұйықтап алса сен? Сен қуасың ба, Құлпынай? Адам күйеуін жоғалтып алып, таппай отырса қайтып ұйықтай? Миша қайда? Ол ма, ол жұмысқа кетіп қалыпты ертең. Білмей ма енді Мишадан сұрап көрші? Жоқ, ол білмейді, ол түнде кеш келіп та жатып ұйықтап қалды, тіпті маған да қараған жоқ қой. Бопты, мақұл, жарайды, бір нәрсе қылармыз. Жақсы. Маған жарайды. Қайдасың? Айтасың ба, айтпайсың ба? Шаштан тарта бермейші. Сендер жынды қуып қаласыңдар ма? Адам сұрақ қойып болғаннан кейін тыңдау керек қойшы. Тыңдамай жатып ұрып жатсыңдар. Қалай айтамын мен саған? Клон көріп тұрсың ба? Кім боласың деймін саған? Адам болам өмірде, кәдімгі сендер ұқсаған адаммын мен де. Менің қызыма кім боласың деймін, араларыңда не бар? Танымаймын сен қызыңды. Мың рет айттым ғой, таксовать етіп жүрген кезде клиент болып отырды, болды. Танымаймын мен басқа. Сен мойындайсың ба, әлде қинау керек па? Бауырым, қызғаншақ екенін көрініп тұр. Адамдарға да сәл сеніп үйренсей, или өзің өтірікші болғаннан кейін бәрін өтірікші көресің бе өзің? Ақылдым. Мен қызыма шыбын қонбаған адамды өлді. Онда ана тордың ішінде ұстасай, папуай ұқсады. Сонша қызғаншақсың. Сазайын бердім де шын? Не ғой? Сәлеметсіз бе? Не аласыз? Сәлеметсіз бе? Не? Андай не бар ғой? Айтсаңызшы елмай. Қандай? Түсіндім не алғыңыз келгенін. Жоқ, сіз ойлағандай емес, жоқ, ондай емес. Маған не ғой? Кетанап берсің. Кетанап. Қазір. Сосын супрастин бересіңіз? Супрастин. И бір витамин бересіңіз? Витамин. Так. 1370 теңге. 1370? Менде 600 теңге бар. Не ғой? Кетанап тапсайсаңызшы? 830 теңге. 830? Нен супрастинді тапсайсаңызшы? Ақшаңыз жетпей жатыр ма? Жоқ, просто сыртта басым ауырып тұрған ғой, ауырмай қалды. Онда 50 теңге. 50 теңге? Онда осыдан екеуін беріңізші. Жақсы. Сізден 100 теңге. Нөмір ба, Каспий осы нөмірді. Алло, қызым. Ау, жаным. Қалайсыздар? Жақсы. Той, мама. Кеше күн 10 асқанбыз ғой. Сөйтіп, Жасик магазинге барам деп түнде шығып кеткен еді, содан бері әлі келген жоқ үйге. Өлі. Сонда қайда кетті? Іздемеген жерім жоқ, мам, білмеймін. Жайшама? Мам спектакль көруге кеткен шығар, театрға баруға ше. Жайшама дегенес мен қайдан білейін? Білсем сіздерден сұрайын ба, қайда кетті деп, кетіп қалды деп айтам ба сіздерге? Сендер ақ мені уайымдатып өлтіретін болдыңдар ғой. Оның басқа біреуі жоқ беді? Мүмкін соның үйіне кіріп алып жүрмесін? Рахмет, мам. Жүдә жақсы уайымдатып қойдыңыз да.
жақсы уайымдайды екенсіз. Уайымның үстіне одан сайын уайым қосып бердіңіз ғой, мам, рахмет. Ай, енді қайдан білейін? Мүмкін полицияға берерміз. Білмеймін, мам, басым қатып кетті, ше, ішім бір жамандық сезіп тұр, білмеймін. Ай, енді бірдеңе жасайық та, мүмкін іздестірерміз. Жарайды, мам. Пока өзіміз іздейік онда. Иә, жарайды. Че там, таныс ба? Сен қуасың ба? Bu ne yapıyorsun? Açık aşığına, canın aşıladın mı? Қандай ғашық, мен саған таксист деп айттым ғой. Таксист ба ол? Мен сеніп қалады деп ойлап жатсың ба екеуің деп әңгіме айтып күлімсіреп келе жатқан кезде арттарында может аңдыған шығармын. Бауырым қойсай болды ғой. Қызың да айтып жатыр ғой, сенетін уақытың келген шығар. Надо ойды, сені де о қызды да танымаймын мен. Айттым ғой мен саған. Клиент болып отырды. Бір кезде жылады. Сен қызғаншақ екеніңді айтты. Жаным ашып кетіп, қыз баласы болғаннан кейін жұбатайын деп. Еще жұбат келді ғой. Ей, қуасың ба? Жүрей. Шөлде қапсыңда бауырым. Алдын ішпейтін жігіт едің ғой сен? Ішетіндей болып тұрмын, брат. Иә? Досым, мен өмірге қалай келдім, солай жүретін адаммын ғой. Бірі үшін өзгеріп кетпеймін мен. Ол болса тұрады да, отбасылық өмірді ойыншық көріп, кетіп қалды. Қанша жыл бірге тұрдыңдар сонда? 2 жылдай тұрдық қой. Көп емес екен ғой. Енді көп болмағанда, брат, біз үйленбей тұрып, 2 жыл қыз бен жігіт болып жүргенбіз. Бір-бірімізді ұнаттық. Жалпы былай сүйіп қосылдық қой енді. 2 жылдай бірге тұрдық. Жалпы қарасаң 4 жыл біргеміз да. Ол бір күнде тұрады да, менің саған деген сезім жоқ. Сүймей қалдым, күймей қалдым дейді да. Ондайлар көп қой қыз. 4-5 жыл бірге тұрып, қыз бен жігіт болып жүріп, кейін үйленіп ажырасып кетіп жатқандар. Таңғалатын нәрсе емес қой. Осы кейде ана шетелдегі азаматтық неке деген дұрыс па деп ойлап қаламын. 2-3 жыл бірге тұрасың, көресің, танысасың. Болса үйленіп кеттің, болмаса үйленбей қоясың. Ортада бала шағаға деген әңгіме болмайды да, короче. Ол дін тұрғысында дұрыс емес қой. Дін тұрғысында? Иә. Ажырасу үшесің да. Біз ішіп отқанымыз, сен істеп отқан жұмысың ше. Әй, Сардар, ай, ораза біткелі аузың дамыл таппай қойды ғой сенің. Ана әпкеңіз звондады. Жезден үйден шығып кетіпті. Білмейсің ба сен оны? Мен қақтан білемін оны. Ай, кеше квартираға жайғасқаннан кейін магазинге кеттім деп шыққан, одан кейін келмеген үйге. Қыздарға кетті ол мама. Как раз оразада бітті о. Далбасаламай айтсайшы, білесің ба, білмейсің ба? Саған хабарласқан жоқ па? Оны қақтан білем, мама. Маған әшінің күнінде де хабарласпайтын адам бұл. Оны ит ататындар атып кетті мама сол. Как раз көктем мезгілі ғой, ит ататындар жүр қазір. Саламатсыз ба? Кіруге бола ма? Иә, кір. Не ғой? Не болды? Квартирада тұрмайтын болдыңдар ма не? Жоқ, тұрамыз ғой. Не, Олжабай үйде ма? Ойбай. Мен тұрып Олжабайды сұрағаның не? Тыныштық па? Кеше квартираға орналасып алғаннан кейін күйеуім магазинге шығып кеткен ғой түнде. Содан бері үйге келген жоқ та, сол Олжабай біле ма деп. Білмейді Олжабай. Кеше түнде ешқайда шыққан жоқ. Сен не? Бір байыңа қарай алмасаң не алып жүрсің, а? Есікті сырттан жапта, тай. Давай. Тоқта. Квартираны таза ұстаңдар. Ақшасын уақытылы төлеуді ұмытпаңдар. Давай. Тас жүрек десе адам күйеуін таппай жүрсе, квартирасын олап өліп баратыр ғой. Әй, Сардар, жата бересің ба осылай? Кеш болды ғой. Тауып кел ана күйеу баланы. Тұр орның. Мама, қақтан іздеймін, қақтан табам.
Ештеңе білмеймін. Міне, кілт бар да тауып кел. Бұлар айтпаса жата береді. Ай, қайдам. Қайтейін мен оларды. Ой, жездем де бір бәле болды ғой бір. Өрісте қалып кеткен қой құсап. Қақтан іздеймін мен оны, қақтан табам мен оны. Қанас бір минут, бола ма сізді? Иә. Мен басқа жақтан келгенімді маған көрсетіп жібересіз ғой. Байтұрсынов 5 деді. Осында болсаңыз. Иә, Байтұрсынов, мына жақтар. Кімдер олар саған тиіп жүрген? Жанын шығарайын. Өзімнің күшім жетеді, оларға қойыңызшы. Айт, кім ол? Қызға тиіскен қандай екенін көрсетем мен оларға. Қойыңызшы, бір Вандам ұқсамай. Ойса, ағаң қандай Вандам екен білмейді екенсің ғой? Білемін ғой, қандай семіз Вандам екеніңізді. Мен осы денемен любойын шашып тастаймын атак. Ай, қайдам. Өзіңіз шашылып қалмасаңыз болды әйтеуір алдыңғыдай. Қашан? Алдындашы. Бір бала талдырып тастады сізді. Ол алдында ғой, қазір талмаймын никак. Сразу ұйықтаймын десеңізші. Ой, үйсесің ғой. Бірдеңе болса айт, үндемей жүре бермей. Бопты, жарайды. Көреміз. Кеттік еді өзім. Жүрші дем алайықшы бір. Аға, мен жұмысым бар ғой. Тасташып біреуге тапсырасың ба? Арқан кеңге салып тұрып дем алайықшы бір. Қыздар, короче. Ертең ол проблема болып жүреді да, әйелің біліп қойып. Маған бәрі, ойын бәрі біткен, короче. Кеттік, жүрші. Алло, салам алейкум. Қақтасың? Бір серьезный тірлік болып тұр. Осында кеш. Давай. Ана жерін не болып отыр? Сендер қашын тауып келдіңдер мені? Жездуш, исіңнен таптық қой, искеп келдік. Базар жағы, осындай жерді қақын тауып аласыңдар, арендама брат, наер. Не қыласың сен, кімсіңдер? Не сұрақтарың көйіп кетті? Чай, интерес қылып отыр. Ачо, болмай ма? Сенде Яндекс бар ма деп қойсыңдар. Жіктер, тыныш па, не тема отыр бұл жерде? Не отқанда кім мынау, достарың ба? Мен қызыммен мөттет жүрген білесіңдер ма сендер? Айттым ғой, ойлаған тура келді ғой. Жігіттер, мынаған дымда болмапты ғой, өлтір бұру кередіңдер ғой мынаны. Сен не қылдың, мені қорғауға келдің бе, жүк болуға келдің бе, қабақ? Тоқтаңдар, не қуып кеттіңдер, не айтып жатсыңдар? Просто ана, может, таксовать етіп жүргенде бір клиент болып отырып түсініспеушілік болған шығар? Бәсе, сондай бірдеңе жоқ. Ачо, қызың ба анау? Қызым. Үйленейін деп жатсың ба? Үйленейін деп жатыр мен. Сенімдісің ба? Сенімдімін ғой мен. Бауырым, сабыр қыл. Біз кәдімгі семьясы бар адамдармыз. Сен каждый осындай әлі үйленген жоқсыңдар, жүріп, каждый осындай мелочь нәрсе қырыла беретін болсыңдар, қадірлеген кетіп қалатын білесің ба? Неғып мазғын шіртіп кеттің сен маған, нотация оқуға келдің ба не? Бауырым, ешқандай нотация емес. Біз кәдімгі семьясы бар үйленген адамдармыз. Менде де дәл қазір проблема. Мен де ажырасып жатырмын. Ол сендер қазірден осылай бір-біріңмен қыз жігіт болып жүріп, болмайтын мелочьқа қырыла беретін болсыңдар, бір-бірінен қадірлерің кетіп қалады білесіңдер ма? Дәл осындай қызыңның әр шағын аңдап, қыздарға сылай болмасыңдар жігіттер. Білесің бе, сезім, махаббат деген нәрсені өшіп қалатын. Дәл қазір мен де 2 жыл жүрдім қызыммен, 2 жыл семья болғам. Сен бұған үйленетін болсаң, саған деген шынымен қызыңның сезімі бар ма? Вот соны біліп алыңдар алдымен. Жүрш, сен мені жақсы көресің ба? Жақсы әңгімелер айттың ғой негізі. Сесі қолды. Базеге. Ана жігіттерді әкпет барадыр ғой. Әкпете берсін ба? Азыңнан бер жүргеніміздің барлығы 5 тиын болды ма? Кеттіге. Жасик, қайда жүрсің? Қайда жүрсің? Кешеден бері телефонның бәрін өшіріп тастағансың, тыныштық па?
түк болмағанда келіп тұрсың, айтса не болды? Іздеп жүрмін ғой мен сені. Не мынау тұрың, не болып кеткен бетің, айтса Қоя тұршы, біртіндеп бір жай қойшы сұрағыңды, жауап береміз кез. Айтса енді не болды? Кеше анау бір жігіттермен төбелесіп, сонымен телефонда бәрі өшік болып, быт-шыт болып зорға кетіп тұрын көріп тұрсың ғой. Жақсы болыпты, телефоныңды өшіріп тастап, бір күн жоқ болып кететіндей, не төбелес, не тірлік ол? Или бір қызбен кездесіп, ішіп, қуып, соңында быт-шытын шығарып, аямай таяқ жегіздің ба? Сөйтіп жүрсің ғой, я? Біле жан, біле. Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды. Қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі жалғыздығым ұнайды.